Мен Болатхан Тұрсынхан ұлы Қазақстан Республикасының азаматымын. Арыз берудегі себебім Қытай Халық Республикасы Шинжаң Уйғур автономиялы районы Құмыл аймағы 13-ші дивизия Лотоджуазы ауылының тұрғыны ағам Тұрсынхан ұлы Какаша, Қытай азаматы, 1985 жылы 27 қарашада туылған. 2018 жылы 20 сәуірде Бейжің қаласында өз үйінен нақты себепсіз Қытай сақшылары жағынан тұтқындалған. Қазір Құмыл аймағы Хуаңтянь районында саяси үрейін лагерде жатқанына 1 жылдан асты. Бала шағасы, анам асыраусыз қалды. Мен ағама Қытай Халық Республикасының бостандық беруін талап етіп, Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігінен, Біріккен ұлттар ұйымынан, халықаралық адам құқықтарын қорғау органдарынан көмек сұраймын. 2019 жылы 20 май.